Утеслаев Талғат Бакытович, номер 15 орта мектебі, коммуналдық мемлекеттік мекемесінде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Дене шынықтыру пәнінің көздейтін негізгі мақсаты салауатты өмір салтын сақтай отырып, өсіп келе жатқан жас ұрпақтардың денсаулығын нығайту, тазалықты сақтау, өмірдегі пайдалы әсерлерін қамтамасыз ету. Оқушылардың өздігіне дене тәрбиесімен және дене шынықтырумен шұғылдану дағдысын тәрбиелеу. Сабақтың тақырыбы допты 2 адым жасап лақтыру техникасы. Қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен міндеттілікті білу және анықтау. Сабақтың мақсаты қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен міндеттілікті біледі және анықтайды. Актыны қолдану, арнайы жаттығуларды көрсету. Сабақтың барысы сапқа тұру, сәлемдесу, оқушыларды түгендеу. Сабақтың тақырыбымен, оқыту мақсатымен, жетістік критерийлерімен таныстыру. Сабақтың негізгі мақсатын айту, қауіпсіздік ережесімен таныстыру, жалпы жүру, жүгіру жаттығулары, дем алу, дем басу, жалпы дамыту жаттығуларын жасату. Оқушылар көрсетілген суретке қарап, қандай спорт түрі екеніне назар аударады және сол суреттерді байланыстыра отырып, ойларын айтады. Оқушылардың ойын тыңдап, сабақтың тақырыбын анықтаймыз. Сабақтың барысы баскетбол ойыны туралы. Баскетбол ойында ең бастысы себетке допты салу болғандықтан, себетке тез түсу жағын қарастырамыз. Сол себепті бізге ең ыңғайлы нәтижелі жаттығудың бірі 2 қадам жасау арқылы допты лақтыру. Допты 2 адымдап себетке лақтыру. Допты 2 қадам жасау арқылы лақтыру жаттығын орындау үшін допты ұрып келіп, үштік белгіленген сызығынан өткеннен кейін допты 2 қолмен ұстап, бірінші қадамды оң аяқпен бастап, екінші қадамды сол аяқпен бастап және сол аяқтың күшімен жоғары секіру қажет. Осыны практикалық түрде көру үшін бейне жазбаға назар аударамыз. Допты 2 адымдап лақтыру кезіндегі техника. Жаттығуды орындау барысында допты қарсыластың тартып алмау үшін алдымызда ұстаймыз. Допты себетке лақтыру кезінде қалқанда белгіленген сызық бойына лақтырамыз. Допты қалқанға лақтыру кезінде жоғары секіріп ауада 2-3 секунд өзімізді ұстап қалқанға дәлдеп лақтыруымыз қажет. Сергіту сәті мерген ойыны. Ойынның мақсаты оқушылардың мергендік қабілетін арттыруға, нысанаға дәлдеуге үйрету. Ойынның шарты көзі байлаулы оқушы 3 метр қашықтықта орналасқан себетке допты дәл лақтыруы қажет. Себетке дәл түсірген оқушы бір алаушымен марапатталады. Саралау тапсырмасы. Оқушылар 2 топқа бөлінеді. Бірінші топ 4 метр қашықтан допты себетке тастай алатындар. Екінші топ 3 метр қашықта допты себетке тастай алатындар.
Бірінші топтың оқушылары екі жаққа бөлініп, 4 метр қашықтан допты себетке тастайды. Екінші топтың оқушылары 3 метр қашықтан допты себетке тастайды. Оқушылар, осымен біздің қашықтық сабағымыз соңына жетті. Сабақ бойында бір-бірімізді түсінгенімізді тексеру үшін WhatsApp желісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Өз түсінгендеріңді чатқа жазасыздар. Бүгінгі сабақтың қорытындысы бойынша допты екі адым жасап лақтыру техникасын біледі. Ойын техникасын жетілдіру үшін жаттығуларды орындайды. Жаттығу барысында қате тұстарды анықтайды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.